Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Ақпараттық коммуникациялық технологиялар пәнінен бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Пән мұғалімі Ербосынова Ғалия Ғалымжанқызы. Бөлім атауы болашақтың компьютерлері. Сабақтың тақырыбы электронды почтамен файлдарды қабылдау және жіберу. Оқудың мақсаттары файлдары қоса берілген хабарламаларды электрондық почта арқылы қабылдау және жіберу. Балалар, енді біз сіздермен тапсырма орындаймыз. Өткен тақырыпты қайталау мақсатында сіздердің алдарыңызға электронды почта қызметінің суреттері көрсетіледі. Дәл сол суреттерге қарап, атауын табу қажет. Ал ендеше дайын болсақ, бірінші суретті ашайық. Алғанеки балалар, кім айтады? Дәл осы электронды почта қызметінің атауы қалай аталады? Әрине дұрыс, mail.ru деп аталады. Келесі сурет. Ал бұл суретте көрсетілген электронды почта қызметінің атауы дұрыс, mail.kz деп аталады. Ал жақсы, келесі. Ал бұл почта қызметінің атауы қалай аталады? Әрине дұрыс, gmail.com деп аталады. Жарайсыңдар балалар. Енді біз бүгінгі жаңа сабақты бастаймыз. Мұқият тыңдаңыздар. Бүгінгі сабақтан үйренетініміз интернет арқылы деректерді қабылдау және жіберу үшін файлдар мен бумаларды құру және жою. Келесі кезекте жаңа тақырыпқа байланысты термин сөздерге назар аударайық. Дерек алмасу, обмен информации, exchange of information. Почтаны жөнелту, отправить почту, send mail. Балалар, біз файлдар мен бумалар туралы жақсы білеміз. Интернет арқылы деректер жіберу үшін электронды почтаны қолданамыз. Ал өткен сабақта жеке электронды почта ашуды меңгердік. Ендеше балалар, бүгін осы почта арқылы бір-бірімізге хат жіберіп көреміз. Есте сақтаңыздар. Электронды почта хаттан басқа сурет, видео жазбаларды, дыбыс, программа, тағы да басқа ақпарат түрлерін де тасымалдай алады. Мінекей, сіздердің алдарыңызда көрсетілген электронды почта жәшігінің қосымша құрылған бумалары. Ең бірінші қатарда көрсетілген бұл хабарлама жазуға арналған аймақ. Яғни біз бір адамға хат жолдау үшін дәл осы бірінші көрсетілген батырманы басамыз. Ал оның астында орналасқан бумаларды таныстырып өтейін. Бізге келген хаттар кіріс жәшігінде орналасады. Ал біз басқа адамға жіберген хаттар, олар жіберілген хаттар, яғни мұнда жіберілді бумасының ішінде орналасады. Одан басқа да шимай дәптер, спам, себет тәрізді бумалар бар. Ал бұл бумалар, балалар, бізге келген хаттар орналасатын бумалар болып табылады. Мінекей, қарасаңыздар, біз хат жіберуге арналған жұмыс аймағындамыз. Осы хат жіберу үшін балалар бірнеше қадамдардан өтеміз. Ең алдымен хат жазу батырмасын басамыз. Одан кейін пайда болған хат жіберуге арналған жұмыс аймағында бірінші кімге қатары көрсетілген. Ол жерге хат алушының электрондық адресін жазу қажет. Екінші тақырып қатары. Бұл жерде балалар хаттың тақырыбын жазамыз. Немесе хатқа байланысты қысқаша атау жазамыз. Үшінші көрсетілген батырма файлды тіркеу. Дәл осы батырма арқылы балалар хатқа біз жіберетін файлды тіркейміз. Яғни файлды тіркеу батырмасын басқанда тікелей компьютерге өтіп қажетті бума таңдалады. Ал ендеше келесі төртінші арнайы өріс. Бұл жерге балалар қысқа ғана хабарлама жазуға болады. Ең соңғы бесінші қатар хат жіберушінің аты жөні. Хатты сіз жіберіп жатсаңыз, сіздің аты жөніңіз осы бесінші қатарда көрсетіліп тұрады. Ал балалар осы қадам-қадам бойынша мәліметтерді енгізіп болғаннан кейін хатты жібереміз. Ол үшін ең астында көрсетілген хат жіберу батырмасын басамыз. Балалар, хатты жіберуші және алушы болады. Жіберуші хабарламаны жіберетін пайдаланушы. Хаттарды іздеген кезде кімнен опциясы таңдалады. Жіберілген хаттар жіберілді санатына жатады. Ал алушы ол хабарламаны алатын пайдаланушы. Хаттарды іздеген кезде кімге опциясы таңдалады. Келген хаттар кіріс жәшігі санатына жатады. Енді балалар,
біз хат алмасуды үйрену үшін жеке почтаға кіреміз. Ол үшін бірінші компьютерден браузерді ашамыз. Мінекей балалар, біздің алдымызда ашылып тұрған Gmail электронды почта қызметі. Мінекей, біз таныс болған сол жақ қатарда бумалар көрсетілген. Енді хат жазуды үйренейік. Ол үшін хат жазу батырмасын басамыз. Бізге жаңа аймаққа хат жазуға арналған аймақ шықты. Дәл осы жерге бірінші кімге қатарына пайдаланушының электронды адресін көрсетеміз. Мысалы үшін, сіздер маған хат жолдайтын болсаңыздар, осы жерден менің электронды почтамды тересіздер. Одан кейін тақырып, хатқа байланысты тақырыпты жазасыздар. Ал енді файлды тіркеу үшін мінекей, файлды тіркеу батырмасын басып, осы жерден балалар бір өздерің жіберетін файлды таңдайсыңдар. Мінекей, файл жүктеліп жатыр. Жүктелген файлды жіберу үшін хат жіберу батырмасын басамыз. Мұнда көріп тұрғандарыңыздай, басқан кезде хат алушының почта жәшігіне барып түседі. Дәл осылай хат алмасуды үйренеміз. Бұл Gmail электронды почта қызметі. Келесі кезекте mail.ru. Мінекей балалар, бұл mail.ru электронды почта қызметінің жұмыс беті. Сол жақ қатарда біз таныс болған хаттар жиналатын бумалар атауы көрсетілген. Бірінші хат жазу аймағын басайық. Осы жермен таныс боламыз. Кімге қатарына хатты жіберушінің электронды почта жәшігінің атын жазамыз. Балалар, дәл осы жерде бір немесе бірнеше адамға хат жолдауға болады. Ол үшін 5 адамға жолдасақ, сол 5 адамның да электронды почта жәшігінің аттарын жазып шығамыз. Одан кейін тақырып қатарына жіберетін файлдың атын жазамыз. Одан кейін балалар прикрепить, мінекей, файлды тіркеу қатары, осы жерден файлды тіркейміз. Көріп тұрғандарыңыздар, файл жүктеледі. Файл жүктеліп жатқан кезде сіздер мұнда қосымша мәлімет жазсаңыздар болады. Ең астында көрсетіліп тұрған бұл файлды жіберушінің аты. Мінекей, файл жүктеліп болғаннан кейін отправить батырмасын басып, хатты жолдаймыз. Ал балалар, хатты жолдауды түсінген болармыз. Енді мұндағы жәшіктермен таныс болайық. Кіріс хаттары сақталатын бума. Мұнда санмен көрсетілген кіріс хаттарының саны. Одан кейін балалар, әлеуметтік желі бірнеше бумалар көрсетілген. Бұл хатты өзіңізге жолдауға арналған бума. Егерде бір хатты өзімізге жолдап, сақтап қойсақ болады. Енді біз жіберілген хаттар балалар, мінекей, отправленные жіберу бумасының ішінде сақталады. Шимай, спам, себет. Мінекей балалар, дәл осы бізде көрсетілген электронды почта жәшігінің жұмыс жасау аймағы. Енді сабағымызға оралайық. Ал балалар, бүгінгі тақырып сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Енді біз тақырыпты қорытындылау мақсатында бірнеше сұрақтарға жауап береміз. Енді балалар, сұраққа жауап беру үшін біз сіздермен балық аулау әдісін қолданамыз. Сіздердің алдарыңызда көрсетілген бірнеше балықты аулайық. Ал бірінші қай балықты аулаймыз? Қызыл балықты аулап көрейік. Бізге берілген сұрақпен таныс болайық. Электронды почта түрлерін ата. Алғанеке қандай электронды почта түрлерін білеміз? mail.ru, mail.kz, mail.com. Мінекей балалар, біз үйреніп жатқан электронды почта түрлерінің атауы осылай. Жарайсыңдар. Ал келесі үлкен қоңыр балықты аулап көрейік. Хатты бірнеше адреске жіберуге болады ма? Ал ойланамыз балалар. Әрине болады. Ол үшін кімге деп көрсетілген қатарға хатты жолдайтын бірнеше адамның аты, жөндерін, электронды почта атауын жазсақ болады. Енді ең соңғы сұрақ. Ашамыз. Хатты жіберу ретін ата. Ал балалар, хатты жіберу үшін біз қандай қадамдардан өтеміз? Әрине, бірінші хатты жазу батырмасын басамыз. Одан кейін бірінші қатарда кімге деп көрсетіледі. Ол жерге электронды почта жәшігінің атауын көрсетеміз. Біз хатты жолдайтын адамның. Екінші қатарға хаттың атын жазып, үшінші қадам прикрепить файл батырмасын басып, өзіміз жіберетін файлды таңдаймыз.
Жарайсыңдар балалар, дәл осылай біз хатты жіберетін боламыз. Ал енді тапсырманы компьютерде орындайық. Мінекей, сіздерге берілген тапсырма. Қазақстаннан шыққан ғарышкерлер туралы төмендегі мәтінді компьютерде теріп, жұмыс үстеліндегі бумаға сақтаймыз. Одан кейін сақталған файлды мұғалімнің электронды адресіне жіберу қажет. Мінекей, мұнда мен өзімнің электронды адресімді көрсетіп қойдым балалар. Дәл осы электронды адреске жасаған жұмыстарыңызды жібересіздер. Ал егерде компьютер жоқ болған жағдайда, осы мәліметтерді дәптерге жазып, суретке түсіріп, электронды почта жәшігіне жібересіздер. Жақсы балалар, тапсырма түсінікті болды ма? Ал енді келесі сабаққа сіздерге берілетін тапсырма онлайн мектеп бойынша бүгінгі күнде тұрған интернет арқылы деректерді жіберу екінші сабақ. Осы сабақты орындайсыздар. Берілген тапсырмаларды орындап, одан кейін мұғалімге хабар бересіздер. Ал балалар, бүгінгі берілген тапсырмаларды орындаймыз. Енді сабақты қорытындылайық. Ол үшін біз жетістік баспалдағын пайдаланамыз. Мына баспалдаққа қарай отырып, өздеріңізді қай баспалдақтан көресіздер балалар? Бірінші, жасай аламын. Екінші, түсінемін. Үшінші, білемін, бірақ жасай алмаймын. Ал балалар, қай баспалдақтан көріп тұрсыздар өздеріңізді? Өз-өзімізді бағалап, жұмыс жасаймыз. Жарайсыңдар балалар. Мен сіздердің сабақты түсініп, тапсырманы ынтамен жасайтындарыңызға сенемін. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар балалар.